Армысыздар. Бүгін біз жалпы инвестиция жайлы, ол инвестиция бізде криптонарыққа негізделген. Бұл жерде ешқандай акция, жаңағындай фондовый рынок емес. Бұл тек қана крипто нарыққа негізделген инвестиция жөнінде сөйлесеміз. Одан кейін қандай қазіргі жағдайда жаңалықтар, қазіргі жағдайда биткоиннің жалпы жағдайы, одан кейін 25 жылы қандай монеталар өсім көрсететінін сол жөнінде сөйлесетін боламыз. Ал құрметті достар, біріншіден танысып қояйық. Есімім Талант. Осы крипто индустрияда 2 жылдан астам уақыт болды. Жалпы анализ жасап, инвестиция жасап, сәл-пәл енді ақша тауып жүрген де жайымыз бар. Байып кеткен жоқпыз. Әзірге бір қалыпты ақырын осы күнге дейін келе жатырмыз. Крипто нарық дегеніміз не, өздеріңіз білесіздер. Бұл енді баяғыдан бері келе жатқан электронды ақша деген бар. Қазір бізде енді барлықтарыңыз білесіздер, қазір телефонмен любой жерде оплата жасап, ешқандай ақша наличка шығармай-ақ, телефоныңызды қойып қана бүйтіп ақшаны төлеп жүре беруге болады. Сол сияқты электронный валюталар шықты. Одан кейін енді қазір білесіздер, әрбір жыл сайын бізде инфляция бар. Қазақстанда бізде жыл сайын 15-20%, одан да көп пайыз инфляция жүреді. Сондықтан да бізде көбінесе адамдар ақшасын сақтау үшін доллар сатып алады. Енді доллардың да өздеріңіз қазір жаңалықтарды өздеріңіз оқып отырсаңыздар, США-да Трамп президент болды. Трамп көп нәрселерді обещать етіп жатыр, бірақ та оның барлығы бола ма, болмай ма, ол бізге беймәлім. Сондықтан да біз не істейміз? Оның барлығына көп бас қатырмаймыз. Қазір таңда криптовалюта нарығын қатты жаңағындай вникать етіп, зерттеп, мен ойлаймын, пока керек емес. Бізге ең бастысы керегі ол табыс табу. Солай ғой. Сондықтан да қысқада нұсқа сіздерге қазір жалпы биткоин туралы өздеріңіз білесіздер. Биткоин бәрі айтады, ойбай, бұрында мынау биткоин деп айтушы еді, бірақ та оның барлығы қате, мынау жай ғана пустышка, жай ойыншық, 300 теңге тұратын нәрсе. Биткоин деген бұл цифровой валюта. Бұл енді былай айтқан кезде бүкіл инфляциядан қашудың жолы ғой. Инфляциядан қашудың жолы. Долларды сатып алғысы келмейтін адамдардың көпшілігі қазір биткоинға инвестиция жасап жатыр. Бірақ та қазір биткоинға инвестиция жасау өте тиімсіз болып тұр. Себебі баға $83,000 бүгінгі күнге, 17 наурызға $83,000 аржақ бер жағында болып тұр. Бұл өте үлкен баға. Инвестицияны осындай сумамен жасау, менің ойымша, ол кішкене біраз ақымақтық болады. Бір 50,000, 40,000, 50,000-ның арасына түскен кезде, сол кезде менің ойымша биткоинға инвестиция жасауға болады. Бірақ соның өзінде де сразу бірден оның бір биткоин не болмаса 10 биткоин сатып алмай, кезек-кезек, алма-кезек алу керек. Мысалға, осы айда сіз бір биткоин алсаңыз, келесі айда жарты биткоин алып, не болмаса келесі айда тағы бір биткоин алып, ол сіздің финансовый жағдайыңызға байланысты. Яғни баға ойнақтауы мүмкін. Сондықтан да инвестиция жасаған кезде, құрметті достар, сәл бұл жерде сабырлық керек, терпение дейді ғой. Рынокты дұрыстап қарау керек, қандай жаңалықтар болып жатқанын қарау керек. Бұл жерде қазір көп нәрсені США, Трамп шешіп отыр. Трамптың бір сөзі, Трамптың бір твиттерға жазған бір ғана посты, не болмаса Илон Маск деген сияқты адамдардың бір ғана посты, Павел Дуров, жаңағы Виталик Бутерин деген эфириумның негізін қалаушы. Сол жігіттердің бір ғана посты, бір ғана сөзі көп нәрсені шешеді. Яғни бұл жерде сіз салған ақшаңызды бірден моментально жоғалтып алуыңыз мүмкін, не болмаса бірден жақсы табысқа жетуіңіз мүмкін. Биткоинді жалпы енді Сатоши Накамото деген ешкімге белгісіз адам шығарған болатын. Бұл 2008-2009 жылдары болатын. Сол кезден бастап биткоиннің енді осы күнге дейін талай рет құлап, талай рет өскен. Жалпы қазіргі бағасы $83,000. Биткоиннан басқа бізде альткоиндар бар.
стейбл коиндар бар, мем коиндар бар, и басқа да пустышка неше түрлі былай айтқан кезде мусор монеталар бар. Жалпы енді біз инвестиция жайлы сөйлесетін боламыз көбінесе. Мен енді 2 жыл болды, ақшамды жоғалтқанда кезім болды, үстінен жақсы табыс тапқанда кездерім болды. Мысалға, мен почти 200 мың теңгедей бір инвестицияда жоғалттым. Ол скам монета болып шықты. Қайта ол жақсы өсіп келе жатқан болатын. Ақыр соңында біз сата алмай, яғни сатуға мүмкіндік жоқ, тек қана сатып алуға мүмкіндік бар. Сөйтіп 200 мың теңгемен ақшам күйіп кеткен болатын. Одан кейін тағы да бір проект 250 мың салып, үстінен 550 мың теңге таза пайда көрдім. Ол 4 айдың ішінде. Яғни монетаны сатып алып күттім. Күткеннен кейін 4,5 айдан кейін қайтты монетаны сатып жіберіп, таза пайда 250 мың үстінен 550 мың теңге көрдім. Яғни бұл енді почти 300% рост болды ғой. Кешірім сұраймын. Жігіттер, қыздар, енді бұл жерде мені қайдан көріп отырсаңыздар да, мен осы Қазақстанда Семейден боламын өзім. Сондықтан да егер де сіздер инвестиция жайлы сөйлесем десеңіздер, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қалай биржа ашу керек, қалай регистрация жасау керек, қалай монетаны сатып алу керек деген сұрақтарыңыз болса, мен қазір төменде телеграм каналымды жазып кетемін. Тіркелсеңіздер болады. Каналда адам көп емес. Сразу айтайын, мен енді бастап жатырмын бұл блогты. Сондықтан, құрметті достар, жалпы инвестицияны қазір біз биткоинға емес, көбінесе альткоиндарға, сосын сәл-пәл бір 10%, 15% мем коиндарға көңілімізді бөлетін боламыз. Өзімнің инвестиционный портфельдерімді сіздерге салып көрсетіп қояйын. Көріңіздер, саралап көріңіздер. Может быть, где-то бірдеңе қосу керек шығар, может бірдеңені алып тастау керек шығар, тоже алып қосарларыңыз болса. Мен қазір негізі өзім 4 портфелім бар. Почти 3 портфелім менде просадкада, очень жесткий просадкада. Айта алмаймын енді. Оны мен точно халдить етем, күтем до конца, өскенше, хотя бы X2 бергенше. Қалған 4-ші портфельді мен бүгін ғана сформировать еттім. Сумма көп емес, $150. Соның ішінде тоже саралап көрсеңіздер болады. Скриншотты салып қоям видеодан кейін. Сол инвестиция сәтті болсын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, телеграм каналға кіріп, сол жерге жазсаңыздар болады. Сәтті инвестиция, ақшаларыңыз көбейе берсін. Әлі де талай видеолар шығарам бұйырса. Сіздердің лайктарыңыз, комментарийларыңыз керек болады. Кішкене видеоны ретке шығарайық. Сәтті күн болсын. Тек қана жақсылық, сәттілік сіздерге. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, колокольчикті басып қойыңыздар. Тағы да салып отырам видеолар.